Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін америкалық тосттардың қазақша түрін жасайын дедім. Былайша айтқанда тостерсіз тостер жасаймыз ғой. Тостердің жоғы маған кедергі емес деп, өзіміздің қазақтың табасына жасай салдым. Алдымен жұмыртқаны осылай қуырып алдым. 6 адамға 6 жұмыртқа деп. Содан тұз сеуіп, қақпағын жауып қойдым 2 минутқа. Осындай аппақ болып домаланып пісіп шыға келеді. Бұны аударамыз да тағы 1-2 минут ұстаймыз. Аударған кезде өстіп бөлініп кетсе, менікіндегідей ештеңе етпейді. Ақырындап өстіп жайып жібереміз. Ол бізге маңызды емес. Өстіп аз ғана майға қуырып алған жұмыртқамызды бөлек ыдысқа салып қоямыз. Содан кейін табаға тағы да кішкене май құйып қыздырып аламыз да, жаңағы тостер нанымызды осы табаға саламыз. Мен бұл нанды дүкеннен сатып алдым, осындай кесілген күйінде. Достар, сіздермен күнделікті әртүрлі рецепттермен, оңай, жеңіл түрде жасайтын рецепттермен бөлісетін боламын. Сондықтан арнама тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Өстіп піскен нанымызды аударып аламыз. Үстіне жаңағы жұмыртқаның біреуін саламыз. Колбаса, шұжықтың кез келген түрін қолдана бересіздер. Сыр, өстіп сырын салғаннан кейін келесі нанды үстіне қоямыз. Мен жұмыртқасын әбден пісірген себебім, өзім ондай жұмыртқаны жей алмаймын шикідей. Балаларым да жемейді. Сол себепті жұмыртқасын пісіріп барып жасадым. Енді осы тосттерімізді аударамыз. Балаларыңызға таңғы асқа жасап берсеңіздер өте дәмді болып шығады, және балалар осындай асты өте жақсы көреді. Таңғы ас ішкісі келмейтін балаларға таптырмас идея. Мен бұны үй жағдайында үйде бар затпен жасай салдым. Ал сіздер арасына салат жапырағын, руккола, қызанақ салсаңыздар болады. Таңғы асқа осындай 6 адамға арналған тостеріміз дайын. Негізі біреуінің өзі өте тойымды. Ал жолдасыңыз мынаған адам тоймайды ғой десе, қанағат қарын тойдырады мырзам деңіз. Қараңыздаршы, қандай дәмді. Кофейнедағыдай етіп ортасынан бөліп қоямыз әдемілеп. Ал сіздерге ұнаса, лайк басып арнама тіркеліп алыңыздар. Өйткені сіздерге қолда бар заттармен әртүрлі тағамдар жасап көрсететін боламын.